Бүгін еліміздің барлық өңірінде бастау алған Қазақстан Халқы Ассамблеясы жылына арналған іс-шаралардың бірі мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінде өтті. Мұнда аталған департамент қызметкерлері Қазақстан Халқы Ассамблеясының облыстық өкілдерімен қатар түрлі этномәдени орталықтардың басшыларымен кездесті. Өңірімізде қоғамдық келісімді одан әрі нығайтып, ұлттар арасындағы достықты қамтамасыз ету мәселелеріне қатысты баяндама оқыған этномәдени орталық мүшелері ұлттар достығы бірлік пен келісімнің символы екенін атап өтті. Бұдан бөлек мемлекеттің дамуына бағытталған салт дәстүрлерді дәріптеп, рухани адамгершілік құндылықтарды сақтау үшін жыл бойы түрлі мерекелік іс-шаралар өткізілетіні айтылды. Ассамблея жылы басталды. Бір жерде өзіміздің жаңағы жалаулар көтерілді, үлкен іс-шара өткізілді. Соның қарсаңында бізде өзіміздің осы департаменттің құрамында таныстырып, осы ассамблеяның қандай маңыздылығы екенін, осы жылда қандай шаралар өтетіндігін соған жеке құрамды жинап, осы ассамблеяның өкілдерін шақырып, жиналыс өткізіп, соны таныстырмақшымыз.